Сәлеметсіздер ме балалар? Жаратылыстану пәніне қош келдіңіздер. Тақырыбы қозғалыс және күш деген не? Мақсаты қозғалмалы және қозғалыссыз денелерді ажырату. Балалар, бәріміз сабағымызды шаттық шеңберден бастайық. Кәне достар, тұрайық, шеңберімізді құрайық. Жақсы тілектер бір-бірімізге сыйлайық. Тағы да бір қайталап өтейік. Кәне достар, тұрайық, шеңберімізді құрайық. Жақсы тілектер бір-бірімізге сыйлайық. Балалар, табиғат құбылыстары 4 топқа бөлінеді. Ол жарық бөліп шығару құбылысы, жылу құбылысы, дыбыстық құбылыс, электр және магниттік құбылыс. Осы бәрі балалар құбылыстар 4 топқа бөлінеді. Балалар, мынау суретке назар аударыңдар. Қайсысы қозғалыс, күш және жарық, дыбыс, жылуға жататынын айтып беріңдер. Күш денелердің өзара әрекеттесуін сипаттайтын шама. Әртүрлі денелердің қозғалыс жылдамдығын бірдей шамаға өзгерту үшін оған әртүрлі күштер түсіруіміз керек. Күш сандық мәнімен және бағытымен сипатталатын физикалық шама. Сызбада күш ұсынса бағыты көрсетілген түзу кесінді түрінде беріледі. Балалар, міне, машинаны мысалы жүрмей қалса, оны итеру үшін күш керек адамға, және міне арбаларды итеріп келе жатқан адамдар, балалар, оларға да күш салып итереді. Үйкеліс түрлері, тыныштық. Мысалы, мынау адамдарды итеріп барады, бірақ тыныштықпен ақырын ғана итеріп барады. Сырғанау. Міне мынау төменгі жақта суретке назар аударыңдар, қыз бала шанада отыр, ал бала сүйреп бара жатыр, сондықтан оны сырғанау деп айтамыз. Оның табанында, мысалы, табан бар, сонымен ол ақырын ғана қармен сырғанап барады. Ал домалау. Мысалы, міне қараңдар, мынау арбада дөңгелектер балалар бар. Дөңгелекпен ол сырғанап домалап барады. Дене қозғалысы бағытында әрекет ететін күштің жұмысы. Ол қуат. Мысалы, балалар, машиналар немен жүреді? Олар соляркамен, әйтпесе бензинмен жүреді, Олар, мысалы, жүру үшін қуат алу керек машина. Ажырат. Мынау денелердің қайсы өз бетінше, ал қайсы күш түсіру әсерінен қозғалады. Заттардың күштің әсерінен қозғалады. Мысалы, ойыншық машинаны итерсең, ол алға қарай жүреді, немесе орнын ауыстырады. Ал қалғандарын балалар сендер айтып бересіңдер. Қандай күшпен олар жүреді, қозғалады. Әртүрлі денелердің қозғалыс жылдамдығы, балалар, міне суретке назар аударамыз, ұшақ, поезд, машине және жылқы. Осының қайсысы жылдамдығы қайсының тез жылжиды, соны айтып бересіңдер. Балалар, міне мынау суретке де назар аударыңдар, Мынау суретте жарық беретін заттар. Мысалы, жарық беру, свет сөнсе, жарық сөнсе, біз лампыны қолданамыз. Лампыге, мысалы, бұрынғы кезде қолданатын, оған солярка құятын және оны жағатын. Шамды, мысалы. Содан кейін міне қараңдар, фонарик, жоғары жағында, оң жағында фонарик. Ол да, мысалы, оның ішінде батарея болады. Сол фонарикте тек ғана лампышке болады, балалар. Сол, мысалы, лампышке бізге жарық береді. Айды қараңдар, міне. Айда толық толса, ол, мысалы, бізге түнде жарық береді. Міне әртүрлі заттар, балалар, міне байқадыңдар ма? Бәрін мен айтпай қойайын.
осы әртүрлі заттар біздерге жарық береді. Жылудың берулі түрлері. Жылу алмасу дейді. Мысалы, міне, біз газбен тамақ пісіргенде тоқтан біз мысалы жылу аламыз, иә? Конвекция дейді. Мысалы, газдың тоқпен жасалған газ болса, одан да мысалы жылу келеді. Жылу өткізгіштік дейді. Мысалы, балалар қараңдар. Өтөктен де жылу келеді, иә? Мысалы, өтөкті қыздырсан, тоққа қосып, одан жылу келеді. Сосын, міне, сереңкеден де жылу келеді. Міне, әртүрлі заттардан балалар жылу келеді. Денелердің тербелесі, дыбыс тыңдауының себепкері болып табылады. Алайда көп ретте мұндай тербелістер көзге елеусіз болуы мүмкін. Мысалы, домбыраның ішегінің тербелісінен пайда болатын дыбыс толқындары, иә, балалар? Біз оны барлығымыз, мысалы, құлақпен естиміз, иә? Камертон құбылыстары дейді, құрылғысы дейді. Аспап ішегі дейді, міне, жаңа мен айтқан сияқты домбырамен, иә? Дыбыстық толқын шығаратын денелер дейді. Мысалы, радио, сосын қоңырау шалғанда. Мысалы, құста әртүрлі дыбыс шығарады, иә, балалар? Балалар, бүгінгі сабақта сергіту жаттығумен жалғастырайық. Барлық аңдар бір күні жиналыпты бір жерге. Аю келіп қорбандап, түлкі келіп қоянды, шап беуге шап қалды. Міне отыр сұркөже, құлақтары дірілдеп. Балалар, тағы да бір қайталап өтейік. Барлық аңдар бір күні жиналыпты бір жерге. Аю келіп қорбандап, түлкі келіп қоянды, шап беуге шап қалды. Міне отыр сұркөже, құлақтары дірілдеп. Балалар, енді ары қарай біз сендермен бірге дәптермен жұмыс жасаймыз. Қозғалысқа ұшырайтын денелерді боя дейді. Балалар, қозғалысқа ұшырайтын денелерді біз бояймыз. Олардың қозғалуы үшін не керек? Себебін айтып көр. Балалар, суреттің бәрін боямайсыңдар. Қозғалысқа ұшырайтын денелерді ғана бояйсыңдар. Қозғалмалы және қозғалыссыз денелерді салыстыр. Осы заттардың қайсысына күш керек? Міне, мына суретке назар аударасыңдар, балалар. Сосын осы заттардың ішінде қайсысына күш керек екенін айтып бересіңдер. Қозғалу көмектесетін дене мүшелерін қоршапсыз. Бұлар қозғалу үшін не керек? Ойланып жауап бер. Балалар, міне, мына суретке назар аударыңдар, иә? Суретте, мысалы, бала жүгіріп келеді, жылқы шауып келеді, балық және балапан. Осылардың ішінде дене мүшелерін қоршап көрсетесіңдер. Қайсы көмектеседі қозғалуға? Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар, балалар.